Құрметті Мың бала жобасының көрермендері, біз Алматы облысы Балқаш ауданы Бақанас ауылындамыз. Біздің де негізгі мақсатымыз осындай Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі ауыл аймақтарды аралап, талантты жастардың өнерін тамашалап, ауыл тұрғындарымен сұхбат жүргізу болатын. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қазіргі уақытта біз ауыл тұрғындарымен бірге әңгіме құрамыз, сонымен қатар өнерлі жастардың талантын бірге тамашалайтын боламыз. Маған қатынайды. Ошырудым ұясынан балапан қазай. Мен мәдениет қызметкермін. Өмір бақи 45 жыл мәдениетте жұмыс істедім. Мәдениет үйінде жұмыс істедім. Өзім өлең айтам. Содан пенсияға шықтым мәдениет үйінде. Әлі де өлеңді қойғам жоқ. Әлі занимация ететін. Соларға занимация етем, ертеңгісін кешке жақын кәдімгі аяқпен, қолмен деген сияқты. Тамаша. Ондайды қалада кемпірлер ақша төлеп барады ондайға. Фитнеске. Біздер мені бесплатный мені қазір көрсетейін сендерге. Қалай занимация ететінімді. 75-темін. Қанша немере бар? Немере, 8 немере, 8 шөбере бар. Күнде шығасыз ба? Күнде шығам осы жерге. Міне. Әне қара. Көрдіңдер ме? Осындайлармен занимация еткеннен кейін біз картаямыз ба? Ана жақта одан да әйбеттері бар. Бәрін көрсетейін ба? Анандай жүгіретіні бар. Сонымен де занимация етеміз. Немен айналыстыңыз апа? Бұрын бұған дейін қайда жұмыс істедіңіз? Әнші болдым бұға. Әншісіз ба? Әншімін. Сосын ауылда қазір не істейсіздер? Осы жерге шығасыздар? Осы жерге шығамыз. Шалым балық аулайды. Қазір рыбалкаға кетті. Мен сендерге балық қорып қойдым қазір. Бағана ертеңгісін балық әкелген. Міне мынандай жүгіретінмін. Мынағанда шығамын. Күнделікті. Міне. Көрдіңдер ма? Фитнесте осы ғой жасайтындар. Міне, осы бар. Тағы да мына жақында бар. Ауылымыз мына телевизордан көріп жатырмыз ғой. Әуелі Астананың жанында суы жоқ, асфальты жоқ, жағдайы жоқ деген нәрселерді. Міне, мынау. Осының барлығы дүниенің рахаты болып отыр маған. Міне. Осындай менен занимация етіп, ауданымыздың әкіміне рахмет. Осының бәрін ойластырып, қарттарды, жастарды, балаларды бәрін ойластырып. Мына қай жер, қайсы бір аудандарда аллея тұрмақ жоқ қой. Мен өз талай жерді аралап жүрмін, барып жүрмін. Соның кейін бізде байқадыңдар ма? Бақанастың көшесінің бәрі кең, таза, аллея, барлығыны тротуар жасап қойған. Тұра тұрыңыз апа. Өнерлі жастар көп па? Көп. Өнерлі жастар деген Мен өнерімді көрсетейінші деп кеше концертте арт жақ талас болып кетті ғой. Сыймай қалды концертный программаға.
телефон, TikTok қолданасыз, әлеуметтік желілерде отырасыз, Инстаграмға кіресіз. Жоқ, Кірмейсіз ба? кірем ғой, но бірақ әлгі постоянно сода үңіліп отырмаймын. Мен өзім былай мәдениет қызметкері болғанменен де енді жасымыз ұлғайды. Біз кешке дейін анандай телефон шұқылап, балаларға да қарсы боламын кейде. Қолымызда бала жоқ біздің, өсіп кетті ғой барлығы. Шал екеуміз-ақ қалдық. Сол ондайға көп өңілмейді, бірақ жаңалықтарды жібермейміз. TikToktан көреміз, Instagramнан көреміз. Жаңалықтардан барлығын хабардар болып отырамыз. Елдің саясаты қай бағытқа қарай өзгеріп жатыр өзі қазір? Елдің саясаты қазір мына Тоқаевты сайлаймыз деп жатырмыз. Сайлау жүрейін деп жатыр. Барлығымыз соғысының политикасын қолдаймын. Мен лично өзім қолдаймын. Осының саясатын сонда ойбай. Қазіргі жасап атқан жақсылықтарын үкіметке рахмет енді. Назарбаев та жаман болған жоқ қой, ол кісі де күшті жұмыс істеп кетті, осының бәрін орнатып кетті ғой. Енді ал енді мына кісі соны жалғастырып, ары қарай жаңаша бір темппен, жаңаша жаңалық әкеп сөйтіп ашып жатыр. Байқала ма жаңалықтар енді? Байқалады. Мысалға? Мысалға, мен көп жерде байқайтыным, басшылар өзгерді. Басшылардың көзқарасы өзгерді халыққа. Халыққа біртүрлі жақсы қарайтын болды. Бұрын кішкене менмендік көп болатын, қазір жоқ ондай. Соның өзі біздің жоғарғы басшымызға байланысты шығар деп ойлаймын. Облыс орталығы жақын болып қалды өздеріңізге? Тамаша. Қонаев деген менің пірім. Мен өзім пайғамбарым деп, міне телефонымды көрсетейінші. Телефонымның бетінде де Қонаевтың суреті. Соғысының міне соғысының ашып кет, соғысының атынан қала ашылғанына сондай қуаныштымын. Ол кісі деген біздің Бақанасқа жылда деп айтпайын, 3-4 жылда бір келетін. Соғысының алдында ән айтып мен, 18 жасымда ән айтып шыққанымда, мына қыздың дауысы қандай керемет, оқытыңдар депті. Бітті оғысының бір ауыз сөзі, мен оқимын деген ойымда жоқ. Кемпір шалдың қыз едім өзім. Содан аяқ қолымды жерге тигізбей, ауданның бірінші секретары бар, культураның бастықтары бар, апарып мені консерваторияға түсірді ғой. Экзамсыз, конкурссыз мына қыз оқиды деп бітті. Еще елдің алып отырған стипендиясынан 2 есе стипендия төлеп оқып шықтым. Бірақ әнші болып қала алмадым, неге десеңдер, екі кемпір шешем бар еді, солар үшін қайтып келдім ауданға. Ауданға қайтып келіп, мәдениетте жұмыс істедім, енді үйтпесе болмайтын болды. Орыстар айтады ғой, искусство требует жертв деп. Или атанан таңдау керек болды, или өнер таңдау керек болды. Содан мен енді атанам тастап кетпедім, солар үшін қалдым. Бірақ өміріме ризамын, жаман болғам жоқ. Қазір бала шағам бар, бәрі өсіп өніп, бәрі, мен айтып отырмын ғой, 8 немере, 8 шөберем бар. Ризамын өмірге. Күшті. Қазір әнді үйде айтып бересіз бе енді? Айтсам айтып берем. Айтып берем, айт десіңдер. Кеше жаңағы көптен айтамай жүрген бір әніміз бар еді. Соны айттық, бір консерватория бітіріп келген бір жігіт бар еді. Біз жаңадан кепті Дом культураға. Сол баланың дауысы менің даусыма келеді екен. Екеуміз әлгі как молоды мы были, как искренне любили, как искренне любили. И верили в себя деген өлеңді айттық. Дұрыс екен. Бастысы өзгерістерге қуанып жатсаңыздар болды. Иә, өзгерістер деген енді біздің басқаға қарағанда, мен ойлаймын енді біздің ауданда өзгеріс тамаша. Жақсы жағынан ризамын мен өзіміздің әкімге. Өз басым дәді ризамын. Ол кісінің халыққа деген қамқорлығы, қандай уақытта қандай сұрақпен барса, мен бармайын, басқа біреу барса да, әр уақытта ол кісінің көмек қолын созып тұратынына риза боламын мен. Жақсы.
я хаусабас, ошырдым ұясынан балапан қазай. Бол өлке біздің ауыл көзеген жер-ай, қара көз бойын сылап түзеген жер-ай. 5 жыл осы жерде оқып бітірдім, және де қосымша апаймен бірге дайындалдым. Қандай конкурстардың жеңімпазысың? Ғұмыр Дария, Балафестке қатысқам, телевидениеға. Болашақта енді кім болғың келеді? Әнші болғым келеді. Қандай әншілерді өзіңе үлгі тұтасың? Зарина Нұржанова, және тағы да басқалар. Жалпы енді біздің достарымызға өзіңнің ауылың туралы айтып берші. Менің ауылым өте керемет. Менің ауылымда заманауи нәрселер өте көп. Өте қызықты саябақтар бар. Мектебі де өте әдемі. Және де гимназия мектебі бар. Және де мәдениет үйі бар үлкен. Қанша уақыт болды үйреніп жүргеніңе? 4 жыл. 4 жыл. Ұнай ма өзіңе? Иә, ұнайды. Өскенде кім болғың келеді? Қобызшы. Қобызшы болғың келе ма? Не себептен? Себебі маған өзіме кішкентай кезімнен бастап қобыз ұнайды да, сондықтан да. Нешінші сынып оқисың? 4-ші. 4-ші сынып оқисың, иә? Ауылыңның аты қандай? Бақанас. Бақанас ауылы. Бізді басқа қалалардан, Астанадан, Алматыдан, Батыстан достарымыз көреді. Сол достарымызға Бақанас ауылы туралы айтып берші. Біздің Бақанас ауылы өзі күшті ауыл, маған қатты ұнайды негізі. Несімен? Маған көріктігі ұнайды. Бізден кейін біздің ауыл өзі ыстық болады. Ауа райы көбінесе жылы, әртүрлі құбылмалы. Бірде суық, бірде ыстық. Қанша шығарма орындай аласың? Көп. Көп, иә? 4 жыл болды айналысып жүргеніңе. Жарайсың. Арманыңа жет.
Жасың нешеде? 11-де. 11-де. 7 жасыңнан бастап домбырамен айналысасың, иә? Ұнай ма домбыра тартқан? Иә. Неге? Не себептен ұнайды? Үйде домбыра тартқанда отбасым бәрі тарта алады, сондықтан тартқым келеді. Қанша күй орындай аласың? 2. 2 күй қандай? Балбырауын жетпедік. Менің аты-жөнім Ольга Филис. Мен Бақтыораз Бейсекбаев гимназия мектебінде 8-ші сынып оқушысымын. Пианино тартып жүргеніңе қанша уақыт болды? Мен осы саз мектебінде фортепианода 7 жылдай қатысып жүрмін. Қандай конкурстарға бардың? Мен көптеген халықаралық және республикалық онлайн-офлайн конкурстарға қатысып жүрдім. Қанша шығарма білесің? Бірнеше, көп. Саз мектебінде бізде өте көп дарынды балалар бар. Ішінде вокал, қобыз, баян, домбыра дегендер. Барлық оқушылардың жетістіктері бар. Біздің мақтанатын ұстазымыз халықаралық мұғалімдердің қосымша білім беру мұғалімдердің съезіне барып келді жаз кезінде. Көптеген конкурстардың лауреаттарын дайындаған. Соның бірі мінекей Филис өзінің жеке шығармашылық концертін біз аудан көлемінде аудандық мәдениет үйінде өткіздік осы оқушымыздың. Себебі бұл кісінің көп жетістіктері бар. Соны фортепиано аспабының үнін тыңдасын деп халыққа сондай жақсы жетістіктеріміз бар біздің. Осылармен біз мақтанамыз. Біздің мектебіміз 2013 оқу жылынан бастап осы Бақанас ауылында ашылды. Ол кезде бізде 120 оқушыменен ашылған болатынбыз. Бүгінгі күнде 140 оқушы. Сол 5 бағыт домбыра, қобыз, баян, фортепиано және вокалдық ән айту. Сол 12 ұстаз дәріс береді сол оқушыларға. Бұл қосымша білім беру болғандықтан сабақтан тыс уақытта келеді. Сол біздің алдымызға келген әрбір баланы сол өнердің әр түрімен, аспаптың әр түріменен үйретуге әрбір мұғалім өздерінің сол еңбектерімен көрсетіп, оның жетістігін көрсетеді бізге. Сонымен қатар мына тұрған өздеріңіз көріп тұрған бүткіл жетістіктің бәрі сол. Ең үлкен жетістіктеріңізді атап өтсеңіз. Халықаралық байқауларға барған, Ұлы дала, сосын күн шуақ деген байқау бар. Тәуелсіздік тірегім деген бар, атадан мұра деген бар, жеті өнер деген бар. Сонымен қатар жаңа оқушымыздың өзі айтқандай, офлайн және онлайн конкурстарға да қатысып отырды. Сол кездерде шет елдерге де барып, мысалы Германия, Жапония елдерінде онлайн түрінде өткен конкурстарға қатысқан осы фортепиано сыныбының оқушысы Ольга Филис бас жүлде алған ол жақтардан. Сондай жетістіктермен біздің ауданымызды, тіптен облысымызды сондай жақсы жетістіктерменен өзі қуантып келе жатыр. Сол болашақта да осындай дарынды шәкірттеріміз аудан көлемінде көп деп шыға берсе деп ойлаймын. Және де өнердің тағы да басқа түрлеріменен толықтырылып жатса деп ойлаймын өзім. Дарынды шәкірттеріңіз көп болсын. Рахмет. Сәлфеші де бұл жерде өтесін. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар аға? Жақсы, рахмет. Мәдениет қызметкері, еңбек даңқы құрмет орденінің егері, мықты қылқобызшы, біздің арқа сүйетін бүткіл Қазақстанды шетелге танытып жүрген атақты қылқобызшы Сәбитов Ерлан Фатқуллаевич деген кісі. Жалпы мына Балқаш өңірі осы аудан. Жалпы өнерге өте жақын аудан ғой, өнерге деген. Енді өздеріңіз білесіздер, ол үлкен тұлғалар шыққан аудан. Ең бастысы, мысалы, Қонаев атамыз шықты, мысалы. Сол сияқты талай депутаттар бар, мына өнер саласында жүрген жігіттер бар. Мен өз басым енді айтып келетін болсам, мен бұл осы ауылдың қызына үйленгем.
осы ауылдың күйеу баласымын. Сондықтан да мен жұмыс істеп жүргеніме 2 жыл болды. Осында 2 жыл болды. Осында келіп, мысалға, мына жалғыз бақанас емес, бүкіл аудандардан келіп оқып жатқан балалар бар. Мысалға, мына қыз қазір Бой ауыл деген осында ауыл бар, содан келіп оқиды. Мысалы, папасы алып келіп, сол сияқты өнерге деген өте жақын, өнерге деген өте құштарлығы мықты балалар осында. Мысалы, облыстық, мен өз басымда алатын болсақ, облыстық былтыр байқауда гран-при алды. Ғалымжан Аялы деген қызым. Мысалға, республикалық байқауда былтыр мына кімді сезімді жібердім. Сол жерде 2-ші орын алып келді. Енді республикалық байқауда ол енді мына Күләш Байсейітова атындағы училище, консерватория сияқты үлкен әлгі орысша айтқанда для детей особо одаренных деген емес, бұл мысалға 7 жылдық мектептердің арасындағы байқау. Оны бұлай салыстыруға болмайды, республикалық болғанмен, ол осы өзіміздің деңгейдегі байқаулар. Сол сияқты мен осында келіп, қазір бұл жерде прима қобыз ғана бар еді, мен қазір қыл қобыз класын аштым. Қазір айып етпесеңіздер, мен сіздерге бір кішкентай не көрсетейін. Бұл жерде өздеріңіздер білесіздер, енді табысы кішкене аздау халық тұрады, мысалға. Оны 300-400 мыңға, мысалға, қобыз сатып ал десең, мысалға, қиналады халық. Ол үшін мал сату керек, ол үшін бала шағасы көп деген сияқты, енді қалалы жер сияқты емес. Дегенмен де мектеп өкімет тарапынан сол аспаптарды мысалға алып беруге тырысып, соларға ақша бөлініп жатыр. Мысалы, мен мынаны Алматыдан өзім әкелдім, мына өзімнің жекеменшік қобызым. Сондықтан да біз қазір мынандай тәсілменен үйретіп жатқан жайымыз бар. Мысалға, қазір мына прима қобыз болса, мынандай смычок, мынандай, ол европейский ұстап. Біз кішкене қазақи, мысалға, мынандай тәсілмен үйретіп. Деген сияқты осында тәсілдермен үйретіп жатыр. Біз және көне дүниеге келіп жатырмыз. Қорқыттың күйлері, ол жалғыз күйлер емес, соның тарихына тоқталамыз. Мысалы, Қорқыт қайдан шыққан, оның күйі неге осылай аталады, сол күйдің аңызына тоқталып барып балаларды үйретеміз, мысалы. Ол тек қана ана нотын ашып, мынаны ойна деген әңгіме жоқ. Қазір енді бізге бір шығарманы толық орындап бересіз аға, Кім, мен ба? Бірге орындайсыздар ма сіздер? Жоқ, мен бөлек орындайын, кім сезім? Қала Қонаев бұл өзгерді, облыс орталығы. Облыс орталығы болып жатсыздар. Қалай? Дұрыс шешім болды ма? Енді ол шешімді, мен шынымды айтсам, ол шешімді баяғыда қабылдау керек. Ол енді уақыттың ерте кеші жоқ, дегенмен де осыдан бір тәуелсіз алғалы бері соны Қонаев облысы десе, оған бүкіл халық, мен ойлаймын, екі қолын көтере, нұр үстіне нұр болар еді. Енді жақсылықтың ерте кеші жоқ дейді. Дегенмен де әйтеуір бергенімізге өте ризамыз. Жалпы ауданды, Балқаш ауданы емес, ауданды да Қонаев ауданы десе де, оған артықшылық етпейді, ол кісінің еңбегі деген, енді ол шексіз дүние ғой. Қаланың орталығының осы Қонаев қаласына ауысуы ыңғайлы болып жатыр ма сіздерге? Енді халыққа ыңғайлы болғанда, енді особо бұлай қазір сезіліп жатқанымыз жоқ. Енді ауысқанына әлгі көзіңе тамыз асап көзің қалай болды деген сияқты емес қой. Көп болған жоқ. Енді особо сезіліп жатқанымыз жоқ. Но дегенмен сезіледі ғой, уақытысымен сезіледі. Қазір пока облыс орталығы ол зәулім үйлер салады, сол жерге кадр жинайды, үйтеді. Оның бәріне уақыт талап етеді, дұрыс па? Өте жақсы. Мен өз басым көп жыл Адырна деген ансамбльде жұмыс істедім.
Соның іргетасын қаладық 86 жылы. Содан Роза Рымбаевамен жұмыс істедім, Арай ансамблінде 6 жылдай. Мақпалмен істедім, Нағимамен істедім, Мәдина Ералиевамен көп жыл жұмыс істедім. Мен әлі күнге дейін ана Тенгри ансамблі бар, Әсем Қоппаева деген әншіміз бар, рок певица первая. Сол Тенгри ансамблінің жетекшісімін ғой мен.